қазір мынандай Калифорния матасынан, осындай жеңіл матадан өзімізге осындай иығы бүрмелі, жаны бүрмелі болып тұратын кофта тігеміз. Ол үшін алдыңғы жағы осындай асимметриялы, артқы жақтың ортасы бүкпе болады. Ал мынау мойын ойынсында тігілетін әді бар. Мынау жең. Жеңнен қазір лекаламыз осылай. Дәл осы лекаланы қалай құрастыру керек, сіздерге видео сабағы жіберіледі. Ең басты мына жердегі 5-5 деген торгөз. Былай да 5-5, былай да 5-5 сантиметр болу қажет. Сол дұрыс шықса, лекаланы полностью осылай құрастырып аламыз. Қазір мынаның каждый жегін осылай айналдыра қырқып аламыз. Одан кейін матадан пішу жолын көрсетемін. Мына жерде бізде сборка кофтаның артқы бөлігі, осыны айналдыра дәл осылай қырқып аламыз. Қазір мынау алдыңғы бөлік бір-ақ дана пішіледі, дәл осылай қойып айналдыра қырқып аламыз. Қазір біз бүрмелі кофтаның лекаласын шығарып қойдық, матадан пішіп қойдық. Екі жең, мойнына тігілетін кішкентай, не дейді, манжет секілді ортасы тұтас болып тұрады. И артқы бойдың ортасы тоже тұтас пішілген, алды осылай ашық, бір-ақ дана алады. Мына жерге қазір сборка жасаймыз. Толық тігілу видео сабағын қазір кірісетін боламыз. Дәл осы кофтаның лекаласы қажет болатын болса, 2000 теңгемен аласыздар, төмендегі көрсетілген менеджердің номеріне жазыңыз. Ең бірінші осы иық тігісінен бастаймыз. Иық тігісін тігу үшін тура мына аралықты түзу былай бір линия тігіп аламыз да, осы жерге сборка жасаймыз. Бізде қазір мына иықтың үстіне сборка жасадық. Мына жақта екінші жақ беті өз күйінше тұрады. Енді иықтарды бір-біріне қосуымыз қажет. Артқы жақты алып келеміз. Осылай сборканы бір-біріне сәйкестендіреміз. Міне жетпей қалды. Мына жақтың иығын тігеміз, ал мына жерге дәл осы жердің сборкасы бір-біріне сәйкес болуы қажет. Мына жерді. Мынау бізде артық болып тұр, осының сборкасын мына жерге жақындатамыз. Шетінде 1 сантиметр тігіске, екі шетінде де қалуы қажет. Ортасындағы сборкаларды бір тегіс етеміз. Енді мына жерді және мына жерді былай қарай тігіп аламыз. Біз иық айбырлық жасап алдық. Қазір мына жақ мойын ойынысы, артқы бой, иықтардың тігістерін бір-біріне сәйкестендірдік. Артқы бойдың ортасы және алдыңғы бойдың ортасын анықтадық. Енді осыған мойын ойындымыз келе ме тексеріп көреміз. Егер мойын ойынды үлкен, немесе мынаны киіп көреміз, келмей тұрған сондай болатын болса, мойынды ойып, өздеріңіз қалған формада жасауға болады. Бізде қазір кәдімгі мойын жабық күйінше болып тұрады. Ал егер кішкене ойғым келеді дейтін болсаңыздар, өздеріңіз модельге сәйкес, қалаған модельдеріңізге сәйкес ойя берсеңіздер болады. Біз қазір енді мына жерді 1 сантиметр ара қашықтықтан тігеміз. Сосын мынаған қондырған кезде, әдемі тағы бір түсіндірем, тек қана айберлокпен тігіп шығамыз. Міне біз тігіп алдық мойынды. Енді осыны ашып, былай екі жақ бетіне қарай ашамыз и былай бүктейміз. Так. Осылай бүктейміз. Дәл осы тігісті екі мынау мойын ойынысының кез келген бір шетіне сәйкестендіріп қоямыз. Ал енді екінші жағын дәл осының осылай бірдей қылып ұстап тұрамыз ортасын. Ол жерге белгі қоямыз ортасына. Содан кейін мынаны да артқы бойының кішкентай, алдыңғы жақ ұзын. Сол себепті бұның да екі жағы созылғанда осылай бірдей болу керек. Примерно ортасын анықтаймыз да, мына жерді соған алып келеміз. Инемен қыстырып аламыз. Енді мынаны тартып отырып, алдыңғы жағының ортасын анықтаймыз және артқы жағының ортасын анықтаймыз. Осылай тартып тұрып, алдын мына жақ бетіне дәл солай инемен қыстырамыз. Бұдан кейін бұны тіккен кезде машинамен түзу тігіспен тіксеңіздер, мойын ойынысынан өтпей қалуы мүмкін, егер мойынға тым жақын жасасаңыздар. Сол себепті бас көлеміне сиятындай мына көлемді жасаймыз да, айберлокпен тігіп шығамыз. Сол кезде ешқандай қиналмай өтеді. Егер сіздерде кәдімгі трикотаж тігетін машинка болатын болса, сонымен тігіп шықсаңыздар болады. Распашивальный машинкамен екі тігісті қылып. Біз қазір тек қана айберлокпен өңдеп қосымша тігіс жасамаймыз мойынға. Айберлокқа тіккен кезде дәл осылай, былай астына алып келеміз. Инелерді алып отырамыз. Өйткені мына жерде бізде кесіп тастайтын пышағы бар айберлоктың өзінің. Екінші мынандай белгілеген аралықты ұстаймыз да, осылай тартып отырып айберлок жасаймыз. Сол кезде мойын ойынымызға еркін сиятын болады. Міне, осылай. Шеттерін бір-біріне теңестіріп, бірдей арақашықтықта ұстап отырамыз. Жақындаған кезде инені аламыз, келесі инені ұстаймыз. Бұның да арасын осылай кішкене тартамыз. Қатты бүйтіп емес, кішкене ғана тартамыз. Сонда мына жақ осылай тігіледі, аударылғанда былай болады. Соңына дейін осылай тігіп аламыз. Мойын ойынысын тіктік, бірақ біз жуан қылып тіккен едік, 1 сантиметрлік, ол бүйтіп бүрісіп қалды. Содан кейін жиегін тек 0,5 сантиметр ғана айналдырып тіктік, соңында қалай болғанын кейіп көрсететін болам. Ал енді жеңін енді иығына осылай қондырамыз.
осы кезде ешқандай үстіне сборка салмаймыз жеңнің, өйткені бұл өте легкий мата. Мынау біздің алдыңғы жағымыз, мынау артқы жағымыз. Артқы жаққа қарай мынау иықтың үстінде сызық бар сіздерде, сол сызықты 1 сантиметр иықтан артқа жібереміз. Солай айналдыра инемен қыстырып шығамыз. Мынадан былай қарай, мынадан былай қарай инемен қыстырып аламыз. Сосын 1 сантиметр, міне мынандай болып шығады. Сосын 1 сантиметр ара қашықтықтан осылай тігіп аламыз. Сосын оверлок жасап шығамыз. Біз қазір мына футболканың жеңін тіктік, оверлок жасап алдық. Енді мына жерде артылған нелер болатын болса, егер маталар кішкене 1 сантиметр деген сияқты олар кесіп тастаймыз. Енді мына тігісті осы тігіске сәйкестендіріп, осылай инемен қыстырып аламыз. Мына жақты да инемен қыстырып аламыз. Мына шеттерін. Мынаның аузына оверлок саламыз, содан кейін бөлек. Міне, осы жерді былай соңына дейін түзу тігіспен қосып тігіп аламыз. 1 сантиметр ара қашықтықта и оверлок саламыз. Мынаны да дәл солай тігіп оверлок саламыз. Мына етекті айналдыра, екі жеңді айналдыра оверлок салып аламыз. Мынаның полный оверлок жасадық. Қолтық ойынысын осылай ашып оверлок жасадық. Етегіне де оверлок жасадық та, қазір тігетіндей етіп қайырып қойып жатыр. Мына мата прям андай легкий созыла беретін болғандықтан осылай қайырып ине қыстырып қойдым. Қазір осы ара қашықтықтан 1, сосын 2 тігіспен айналдыра тігіп шығамыз. Жең аузында осылай 2 сантиметр ара қашықтықта ішке қарай қайырып, тоже 2 тігіспен түзу тігіспен тігіп шығамыз. Міне біз қазір етегін қайырып тігіп алдық. Осылайнан енді осыны тағы да арасынан тағы 1 тігіс түсіруге жатырмыз. Тура осы лапканың бойымен. Осылай соңына дейін тігіп аламыз. Жеңді де дәл осылай тігеміз. Мына жерде қазір кофтаның полный тігістен бәрін тігіп болдық. Мына жерде складка. Дәл сондай мына жаққа складка түсіреміз. Иыққа қарама қарсы жаққа. Полный тігіп болғаннан кейін мына тігістен бастап былай қарай ішкі жақ бетінен қазір тартып отырып осы бір бел тұсына дейін тігеміз. Осылай сборка жиналып тұру қажет. Міне, осылай. Ішкі жақта оны мына жердегі тігіске бастаймыз. Мына тігістен бастап, дәл мына шетінен осылай тартып отырып өзіміз қалған жерге дейін тігіп шығамыз. Қолтықтың астынан где-то бір осындай 5-6 сантиметр ғана қалдырдық, закрепка бердік. И сосын мынаны ең астына дейін тарттық та резинаны. И осылай қойдық. Мынау бізде астыңғы жағы негізгі мата үлкен болып тұр. Осыны астыңғы жағына кішкене осылай сборка жинап, тартып тұрып тігіп жатырық. Мына жерде де дәл солай. Чтобы сборкамыз көбірек болған қалады. Азғантай ғана емес. Соңына дейін осылайна, астына дейін осылай тартып тұрып тігіп жүреміз.